Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Мен пән мұғалімі Қажыбаева Жадыра Кенжеханқызы. Бүгінгі қазақ тіл пәнінен өтетін тақырыбымыз қаратпа сөз әдебі. Бүгінгі тақырып бойынша қарастыратын сұрақтарымыз: оқшау сөздер дегеніміз не? Екінші, қаратпа сөз әдебі. Олай болса, қымбатты достар, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Келесі бейнежазбаға назар аударыңыздар. Бәрекелді, өркенің өссін балам. Демек, кітапханаға ертең барамыз ғой. Өзі осында келген шығар сірә. Сен әуелі ойыңды жинақтап ал. Берілген сөйлемдерді оқыған кезде бәрекелді, балам, демек, сірә, сен, әуелі деген сөздердің дауыс ырғағы арқылы ерекшеленетінін байқаймыз. Сөйлемде ойды нақтылай түсіп, сөйлемдегі басқа сөздермен синтаксистік қарым-қатынасқа түспей, мағыналық қарым-қатынаста болатын мұндай сөздер оқшау сөздер деп аталады. Оқшау сөздер қандай мақсатта қолданылады? Оқшау сөздердің қандай түрлері бар? Олардың ерекшелігі қандай? Оқшау сөздер айтылған ойдың кімге, неге арналғанын балақай сурет сала білесің бе? Айтушының көзқарасын, меніңше бүгін жаңбыр жауады. Көңіл күй сезім толқынысын, апырай сөзің сүйектен өттау, білдіру мақсатында қолданылады. Оқшау сөздер мағыналық белгілермен жасалу жолдарына қарай қаратпа, қыстырма, одағай сөздер болып бөлінеді. Сөйлемде айтылған ойдың кімге арналғанын білдіру, не оған басқаның назарын аудару мақсатында қолданылатын сөз немесе сөз тіркесін қаратпа сөз дейміз. Қаратпа сөз сөйлемде басқа сөздермен грамматикалық байланысқа түспей, ерекше әуенмен айтылады. Мысалы, жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат, екі түрлі нәрсе ғой, сыр мен сымбат. Түсіндім, қалқам, өзім ақ айтайын. Тыңдап отырмын, айта бер қарағым.